Кадрға сиіп тұрмаусы батал айтсын. Сиіп тұрмамейді. Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге мен Тони. Және біз қазір соңындамыз. Яғни сендерге күшті оқиға айтатын уақыт келді. Мен UFS'ге қалай тап болдым. GSP'де мен рет болатын концерттен кейін аэропорттан Starbucksқа кіріп керек нәрселерімді алып, жеп Астанаға жол тарттым. Таңда 7:20-8:20 түскеннен кейін маған керек болды жататын жер, сондықтан мен бір ЖК-ны арендовать еттім. Ал заң бойынша олар сағат 12-ден кейін ғана адамдарды қабылдай алады екен. Ал мен сол уақыттарды өткізу үшін компьютерлік клубтарда отыруыма мәжбүр болдым. Уақытты созу үшін 12-ге дейін. Белгісіз себептермен мен қоңырауларымды алмай қойды жаңағы арендатор айтқан кезде. Сосын мен өзімді көбіт алданып қалғанды сезіндім да паника бастады. Өйткені мен бронировать етіп қойдым ол ақшаны. Бронировать етіп қойдым мен ол квартираны. Сосын сол ЖК-сының қасында жүрдім. Не істерімді білмей, өйткені ақшада кәдімгідей көп емес қалтамда. Бірақ ақыр соңында есікті ашты. Подъездді біліп алдым мысалы. Сөйтіп тап болдым деп қой квартираға. Содан кейін кешкі сағат білмеймін, сағаттың жылып қалдым, өйткені өткен жылы болған бұл. Біздің room tour бұл жерде білмеймін, не антенна екенін бір Dior деп оқыған мен басында. Не нәрсе қолдану керек екенін білмеймін. Мына жақта тіс-щеткалар бар екен, бірақ паста жетіспейді. Мен пастасы жуа алмаймын. Мен өзімнің электронды щеткамда көргенмін, бірақ паста болмағансын, өйткені аэропортқа андай жидкостьтер болмайды дейді, короче, сол даже ополаскивайте сондайларды да кіргізбейді екен. Сондықтан мен алмаған, только электронды зубная щетка. Қазір мен суға түсем, күшті болды. Рахат. Ана жақтарда кәдімгі жылы комплекстер көрініп тұрады ғой. Кәдімгі фильм дегенде ше, өдемі ана жақта. Да, көрініп қалдым аш кемезген. Мына жақта жоқсам өзімше өтті. Келгенімше осы біздің қалада сатпайтын энергетикаларды ішсірім уже қаншамасын ішіп тастадым. Мен негізі андай ауруым бар, осындай қапақтар жинайтын. Өкінішке орай барлығын қоқысқа лақтырып жатырмын енді, өйткені ешқашан қалай апарамын, қаяққа салып апарамын деген сияқты. Мына жерде отдельный көрініс. Мына жақта Астана Арена. Мына жерде тағы да бір салынып жатқан тұрғын үй кешендері. Мына жерде кондиционер. Орамалдар, тапшке. Және мына жақта күшті фонарик. Білмеймін мен барлығын не үшін түсіріп жатқанымды. Кәдімгі влогымның қаншама минутына алсын деп қой. Мысалы сендер де мен сияқты тұрғын үй кешеніне келіңдер, және де әжетханада сүлгі болмады делік. Мысалы мен де өзімен бірге әрқашанда қаншама бетперде бірге жүреді, өйткені алдыңғы тісімнің жоқтығына байланысты және де маған тұмау тиіп қалды бір нәрсе. Мысалы аламыз осындай бетпердені. Түнде көрсетпеймін екен мен аяқта киімім жоқтап та, мысалы бүйтеміз. Осылай. Сосын аяқтарды еденді сүртеміз. Бір қолмен әрине ыңғайсыз. Мен қазір екі қолмен сүртетін боламын, және де барлығын дұрыстап тегістіріп. Лайфхак. Шаршайды кетпеген, мен уже UFS'ге кетейін деп отырмын. Мен ол жаққа зирузашым бар жатырмын, және де ол не үшін менің қызым болу керек. Себептерді айтып кетейін. Бірінші себеп, мен бақыл пупер емеспін. Екінші себеп, мен деген ол баба істеп жатырмын. Короче, араларында Friends көргендерім болса, ситком. Ояқта Росс пен Рэйчелдің любовный желісі, короче, өте қызық 10 сезон бойы. Сондықтан, білмеймін, менде сонда ауру бар, короче, фильмдегі бір персонаждарды любой бір адаммен связывать етемін. Егер де мен былай қарағанда өзім адамды жақсы танимын ба, ұқсатам бір-біріне ше, былай қарағанда әрқайсының качестволарына. Сондай ауыратын бар мен шамам. Анархизмның символы неге перевернуты дейсіңдер, логика антихайп алипа. Кеше короче барахолкадан тауылдым осына. Алматыда антихайптың бершіне ұқсайды. Ол маған дейсінде отыр. Влогты қазір жалғастырамыз.
bir konsertdan so'ng ikkinchi konsertga tap boldim sразу. Aslidagi UFest 2023 kesimde var, 2020 yaşındadım mutlu. Men artistlerdi Instagram'da aşama belgileyen balatman. Jende magan Lima like bastı. Soğuk vanta da çır. Kalanlar özleri şırızız boğuktu pa. Еще magan aytmışlar. Dede onızı gitar degen ayt. Әсіресе еттеген өлені мен оны ергеден мекенінде қосқан болатынмын. 10 минут болды. 3 минут 50 секунд. 4 минут бәрі. Мен өзім жалғыз қыдырғанмын, және де қаншама адамдардың арасынан әйтеуір өз орнымды тауып, мен қымбат билет алуға, мен қымбат, бірақ қымбат дегенмен ол арзан тұрады, поэтому фан-зона. Бейне бітті. И мы начинаем наш разогрев UFest, дай шума! Его треки словно ураган покоряют они весь Казахстан. Кочуют строки из уст в уста. Откройте UFest, наш Нахуспан. Астана шикарный город, он нам дорог, только один минус. Тастанасың, оқы газель дейсің ертең анасың, оқып неге оқыманасың, да? Шынымен де газель дейсің ба? 300 мың табасың, болды анасың, таста оқуды анасың. Не істейсің газель дейсің? Болды міне газель дейді анасың, оқымай-ақ қой, да? Оқымай. Болды. Yerinin aldap, bol kasında, günde tanga, kol sauda, жүрек tanga, hazır kaşanda, bol kasında. Men Қазақпын, қырғыз ұлт туысқан, бірге тартқан зарланым құйысқанмын. Бүгін де сен мен Қазақпын, мұңғыл, мұңдырген оқып, бірақ күн бар, ел бар, жер бар. Бүгін де сен мен Қазақпын, мұңғыл, мұңдырген оқып, бірақ күн бар, ел бар, жер бар. Working every day, smoking every day. Дәрдің үшін беттің ашылған қызықтай мұтқа түскен лапылдап. Там выход любовь, прощение ошибок ждать, жива. Айғайлайды көктен күткен сезім бірақ үндемейді. Көктеміңді жазғаса да, тура жолды таппаса да. Но вода горит, полностью без выйти, никаких обид. Она сделает вид, что может любить и летит, сжигая воздух ярко, как мечта. Қазақстанда Буди Аллен әртісін секілді Джо Триби анимадан копирайтинг панчинами төміріндегі арманын Джухин Кали Тенки Бенки көмектесті Вики Шылы тізіміндесін Міне тике тізіме сейки К сожалению, все когда-то заканчивается. Бұл бүгінге ғана фест бітті, ал алдағы жылдары не болатынын кім біледі? Мүмкін тағы да. Өзімше бір паста алып отырсам, это паста банкінің ішінде кішкентай. Енді қазір түсімді жатып аламын. Ал мынау неге жасыл десеңдер, бұл кеше орден иллюминативқа бардым ғой мен фест дегенге. Солай өзім таңба береді екен. Осылай татуировка қолда инемен кәдімгідей положено. Мен кешегі фестке ойымды айта кететін болсам, мен 3 адам үшін ғана бардым. Зеру, Дедоңыз гитар және де Лейле.
ал калгандарына Бурдж Халифа. Ал мен кеше фесттен соң мен фестке ойымды айтам дедим да тек қана 3 ақ себептерін ғана айттым. Короче, дыбыстық ақаулар болып тұрды. Хироның выступлениесінде әсіресе, сосын мен Эзидің не туралы оққанын түсіне алмадым, өйткені фанаткалары шулай берді, кәдімгідей бір жақтан бас аппаратура, ал екінші жақтан да фанаткалары құлағым, екі жақтың құлағым бітіш болды, короче. Сосын не қандай не болды, есімде қалмапты еш нәрсе. Короче, фесттен соң мен кімді көрдім, солар ему уже не те деген тиктоклерді 2-ақ зарядкаға менде сол кезде сұркет салдым. Сосын что-то вообще қызық айтайын десем қызық болған жоқ па не? Негізі по идее по приколу келіп тұруға болады екен. Енді қазір магазинге шығып энергетикалық келемін. Өйткені таңғы асым осы деп па. Сосын бір нәрселер сатып алып жеуге. Содан кейін уже Жезқазғанға кетем. Өз қалама қаншама күннен сонда. Да, какое же охуенное чувство, когда нет повода рано вставать, там, идти работать и все такое. Как не ежется надо таңғысқа, энергетик, пирожки, чипсы. Кәдімгі любоваться, естественно, ЖК-лармен қазір еще мен бір батл көремін да, вот соны көріп жеп отырам рахаттанып. Қандай тамаша. А еще накрайыншы жігіт несін өткетіпті. Мороженое. Я же не подец, да, что жеп қойға чужой нәрсені. Ал самолетте мынандай су береді, Элдер Жарақовтай. Ал мына жерде бір нәрсе құрылыс болып жатыр. Адамдар көп деп қоясың ғой, әрбір. Енді осылай веселье бітеді, енді мен өз қалама барамын. Мен келдім Астанадан, өзіме жаңа Марвиннен несті алғандарындар. Соске! Бірақ айта білмеймін, неге наурты деп тұрған. Ал мен ноутбугым ғасырда. Ал Рейден. Енді маған қарыздар жабу керек. Нешем. Мен соңға 2 айым ылғай путешествиеме өтті. Қыдырдым мен, Өзбекстанға бардым, Астана, Қарағанды, Алматы, Теміртау, Шымкент, Түркістан, бармаған жерім жоқ, короче. Мен айтпақшы батысқа барған жоқпын, келесі жылы батысқа бару керек маған. Сол, короче. Алдыңғы түстерімді неге... Блять. Және де айтпақшы мен ше, зарядкам аз бұққан ғой, короче, сұтканда сөйтіп мен даже ЖК-ма жақын екен мен, Матс арена мен, Барыс арена мен ЖК-ма жақын екен. Сөйтіп мен жаяу қайтпаймын ба, сұткама заряд аз болғандықтан еще, тем более мен такси жаққа алмаймын. Сөйтіп жаттап алған жолым ғой, мен келген кезде сол жолмен келгем, қайтар кезде де сол жолмен қайтам деп. И сөйтсем мен қазір жалдаған алынған ЖК-ның қасында, тұрғын үй кешенінде, то есть Дико өтіп баратады ғой, Дико өтіп баратқан кезде бір қыз өтіп баратады, мен сұткамды 2%. Сосын мен айтам ғой, короче, давай сушки свайыз. Білмеймін, уже не есіне емес, не айтқаным. Айттым, короче, 2% сұтканда сушки свайыз болғанға деп. Кәдімгі бәрі сол жігітке заңы ше, кәдімгідей. Вообще хорош красочек. Сушки түсті, без отказа. Сөйтіп кәдімгідей ырза болып қайттым концерттен. Прикиньте, если мен соткамның зарядкасы ұшқа кезде еще мен жылды жаттау болса, мен арасып көтердім, бірақ еще тем более таныс адамдарым жоқ. Мен еще қайталап айтам, мен Зирузда үшін барған болатым, бірақ бір өкініштісі ответсіз қалғаны деп па. Кстати, мен еще айтпақшы, Зируздамен походу бір самолетта болды, мен келмен Джеспи дейтін концертінен таң 4-те ба сонда шығып кеткем. Сосын Зирузданың сторисін қараған кезде ол да тура Алматыдан Астанаға ұшыпты. Так, конечно, ол бизнес-класста болған шығар, или не знаю, мен әйтеуір эконом-класспен жүретін олай өмірімдегі екінші ұшу болды. Ал мен келдім, получается, бір аптадан соң 3 мегаполиске бардым. Қазақстан 3 мегаполисіне. Енді так совпало, что 26-шы, яғни бүгін, вторник күні,
ярмарка вакансия болуп атыр экен, библиотекада ал мен болсам, күнделикте болуп жүрөтүн 20 орамда парктерин почему-то 3 шаруаны бүтүп тастоо үчүн, тагы да 3, короче, ноутбугумду алып кетүү үчүн, сосын еврейский банкте төлөдүм. Сендер факир көрсөтүп ойладыңдар ма? Короче, и үшіншісі жана ярмарка вакансий. И получается, что мен бір жұмысты заметкаға алып алдым. Енді жұмыс істеу керек, ё-моё. Вот ненавижу. Жетпен сіздермен бірге болған мен Тони арнаға жазылыңдар, лайк сындар өте керемет контент. Таңғы 4 сағат шамалы 5 кешке барғаным бар, коламен араласып. Сау болыңдар.